Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ютубта хит болып жатқан кесе самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге електен өткізілген ұн қажет болады. Кішкене майонез қосып жібердім. Суымызға, 200 грамм суымызға кішкене тұз қосып, қамырымызды илейтін боламыз. Кішкене маргарин қосуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болмау керек, орташа етіп илеп алатын боламыз. Маргаринімізді ерітіп құйдым. Жылы суға илеп жатырмын қамырымызды. Июі қанғанға дейін қамырымызды илеп қойып, 15-20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Бұл кезде біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, картошка, пияз және де болгарский керек болады. Етімізді 4-4 етіп турап алдым. Пиязымызды да солай майдалап турап алатын боламыз. Помидор қосып жіберсеңіздер де болады. Мен помидор қосқан жоқпын. Пиязымызды турап алдық. Енді болгарскийімізді майдалап турап алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде ең алғашқы болып өзіңіз қарайтын боласыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге сілтемелер қалдырып кетемін. Қажетті рецепттер болса көрулеріңізге болады. Картошкамызды турап алдық. Енді барлығын бір ыдысқа салып, тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер қосып жіберетін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерін қоса берсеңіздер болады. Дәмдеуіш, қара бұрыш, тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды жасайтын бөліктерге бөліп, мен 6 бөлікке бөліп аламын. 6 кесе жасайтын болғандықтан. Теңдей етіп бөліп алдып, барлығын домалатып қойып қоятын боламыз. Пакетке салып 5-10 минутқа тындырып қойсаңыздар да болады. Жайылғанда өте әдемі жайылатын болады. Қамырымыз дайын болды. Пакетке салып қойып қойдым. Бір қамырды жаятын боламын. Кеселеріміздің барлығын шығарып, салмамызды бөліп салып алатын боламыз. Теңдей етіп барлығына салып шықтым. Енді қамырымызды жайып, бетіне жабатын боламыз. Кесемізге осылай жан-жағын барлығын жауатын боламыз. Маргарин салуды ұмытпаңыздар. Ішіне бір тілім маргарин салып шығамыз. Барлығына салып, беттерін барлығын жауып алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Әсемдік үшін күнжіт шашсаңыздар болады. Мен күнжіт шашатын боламын. Сіз өз қалауларыңыз бойынша не шашсаңыздар да болады.
Енді осы кезде газымызды 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. 45 минутта пісіп шығатын болады. Пісіріп шыққан самсамыз міне дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте ыстық. Дәмі, иісі өте керемет болып шықты. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы да өте оңай екен. Иісі керемет болып шықты. Осылай жей берсеңіздер болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, алғысым шексіз.